Қош келдіңіздер қыздар, қалдарыңыз қалай? Жағдайларыңыз жақсы ма? Қыздар жиналып жатыр екен, өте қуаныштымын. Сәл күте тұрайық, иә, қыздар? Қош келдіңіздер, барлықтарыңыз. Мен даусым естіліп жатыр ма? Барлығы анық көрініп тұр ма, қыздар, айтып жүрсеңіздер? Барлығы нақты естіліп тұрған болса, қыздар, иә, қосыла береді, иә, қыздар. Бүгін мен барлықтарыңызды осында шақырғаным, бүгін вакуум туралы информация берсеңіз деп айтып жатыр қыздар. Сол себепті осы тікелей эфирға шығып, түсіндіріп, сұрақтар болса жауап берейін деген ниетпен осында келіп отырмын, кіріп отырмын. Білесіздер, не үшін керек екен вакуум мен осы дұрыс тамақтанудың, вакуум мен арықтаудың қандай айырмашылығы бар, екеуін неге бірге жасау керек деген сияқты, соның барлығына қазір жауап беретін боламын. Қыздар, әлі курс ашылған жоқ, нақты қазір дайындықтар жүріп жатыр. Ол курстың ішінде міндетті түрде сіздерде дұрыс тамақтану да болады, оның ішінде вакуум курсы да болады, оның ішінде детокс курсы да болады. Барлығын қазір жинап жатырмын. 3-4 күннің ішінде міндетті түрде продажа ашылатын болады. Бірақ қазір продажа жауық, қыздар. Қосылып жатыр екен, өте қуаныштымын. Енді қыздар, бүгінгі біздің тақырыбымыз вакуум жайлы болады. Мен көп уақыттарыңызды алмай-ақ қояйын, бір 20 минуттарыңыз жеткілікті. Олай болса, мен комментарийді пока өшіріп қояйын, иә, барлығын сіздерге түсіндіріп өтейін. Эфирді егер сақталса сақтаймын, сіздерге пайдалы болады деген ойдамын, қыздар. Комментті өшірдім. Енді біздің бүгінгі тақырыбымыз вакуум жаттығуы, иә, жалпы вакуум жаттығуын не үшін жасауымыз қажет. Мына жерде екі суретті қарасаңыз, екеуінің айырмашылығы 1 ай, қыздар. 1 айда 10 сантиметрға дейін егер вакуумды дұрыс жасайтын болсаңыздар, іштеріңіз осылай әп-әдемі өз қалпына келеді. Көбінесе мына вакуум жаттығуын жаңағы үйрену үшін көп уақыттың қажеті жоқ. Өте оңай жаттығу. Егер дұрыс жасайтын болсаңыздар, иә, дұрыс инструктормен жасайтын болсаңыздар, онда 1 аптаның ішінде үйреніп алуға болады. 1 аптаның ішінде және де міндетті түрде вакуумды жасаған кезде, қыздар, аш қарынға жасайсыздар. Аш қарынға ол таңертеңгілік мезгілде еш нәрсе жемей, солай жасау керек міндетті түрде вакуумды. Сонда эффект тезірек болады. Сонда жаңағы 1 айдың ішінде жақсы нәтижеге жететін боласыздар. Мына вакуум жаттығуын сіздер жасаған кезде, егер дұрыс жасайтын болсаңыздар, бүкіл осы іштеріңіз бар ғой, салбыраған іштеріңіз қалпына келеді. Босанғаннан соң да жасайсыздар, иә, жаңағы ешқандай разрыв болмаса, онда бірден жасай беруге болады, қыздар. Мына артық мышцалар бар ғой, іштегі мышцалар, соның барлығының жаңағы бұлшық еттердің жұмыс жасауына ықпалын тигізеді. Вакуумда жасаған кезде бүкіл бұлшық ет іштің жұмыс жасайды, сол арқылы жаңағы майларыңыз ыдырайды. Май ыдыраған кезде сіздерде мына іштеріңіз өз қалпына келетін болады. Түсінікті, иә, барлығы, қыздар. Енді қараңыздар, вакуум жаттығуын жаңағы не үшін қажет, кімдерге жасауға болады, кімдерге жасауға болмайды деп өте көп қыздар сұрап жатады ғой. Жалпы босанғаннан кейін адамның іші созылады, дұрыс па? Соның барлығын қалыпқа келтіру үшін міндетті түрде, егер шамаларыңыз келсе, жасай алатын болсаңыздар, онда вакуумды жасаңыздар. Ішті қалыпқа келтіруге ең бірінші сіздерге көмектесетін осы вакуум жаттығуы. Өте жақсы көмектеседі. Мен бірінші босанғаннан соң, иә, бірден жасадым, өйткені менде ешқандай қиыншылықтар болған жоқ, бірден жасадым, және де ешқандай салбыраған іш менде болған жоқ, артық май менде болған жоқ. Өйткені жаңағы вакуумды мен тез-ақ үйреніп алдым, тез жасап өзімнің практикамда қолдандым, және қазір мен өзімнің қыздарыма да үйретіп жүрмін.
одан соң іш құрылысының жұмысын жақсартады. Яғни көбіміз айтып жатамыз, менен көп қыздар сұрап жатады: Гүлбала ханым, менде мына запор проблемасы бар, не істесем болады дейді. Қыздар, егер запор болатын болса да, сіздер осы вакуумды дұрыс жасайтын болсаңыздар, онда мына ішектеріңіз бар ғой, ішектің жұмысы жақсарады, метаболизм жақсарады, ас қорыту процесі жақсы жұмыс жасайтын болады. Сол арқылы да сіздерде ертең артық салмақ пайда болмайды, және де запор деген проблема болмайтын болады. Өйткені мына іштің жаңағы вакуум жасаған кезде ішті босатып, қайтадан жинап, сондай жаттығу ғой, енді ол мышцамен жасалынатын жаттығу ғой, бұлшықетпен. Сол арқылы да жаңағы іштің, іш құрылысының жұмысын жақсартады. Сол кезде сіздерде осындай ішпен проблема болмайтын болады. Запор деген проблеманы ұмытатын боласыздар. Бастысы дұрыс жасау керек. Сонда ғана сіздерде жақсы нәтиже тез жете аласыздар, жақсы нәтижеге, қыздар. Және де келесі, қыпша бел болуға септігі мол. Яғни көбінесе байқасаңыздар, тұрмысқа шықпаған қыздарда да, тұрмысқа шыққан қыздарда да, тұрмысқа шыққаннан соң бірінші майды қай жеріне жинайды? Бірінші майды іштерінің астына жинайды. Осы іш және де бүксе. Біріншісі сол жерге жиналады, майлардың барлығы. Соның барлығын ретке келтіру үшін, тұрмысқа шықпаған болсаңыз, тіптен жасау оңай болады сізге. Жасаған кезде эффект тез болады. Өйткені сізде жаңағы босану процесі болмады. Ол кезде де адам жүкті болып босанған кезде де бір 10 шақты, 20 шақты килограмм қосып алатын әйелдер бар да. Оның барлығы жаңағы генетически болуы мүмкін. Оның барлығы дұрыс емес тамақтанғаннан болуы мүмкін. Оның барлығы гормоннан болуы мүмкін. Ағзада анализдеріңіз дұрыс емес шығар. Мүмкін денсаулықпен қандай да бір кінәрат болуы мүмкін. Соның барлығы септігін тигізеді. Сол себепті егер шынымен де қыпша бел болуға жаңағы ұмтылсаңыздар, әрекет жасап жүрген болсаңыздар, онда бірінші сіздерге көмектесетін осы вакуум жаттығуы. Вакуум жаттығуын жасайтын болсаңыздар, дұрыс жасайтын болсаңыздар, қыздар, онда сіздерде шынымен де қыпша бел болуға мүмкіндіктеріңіз өте жоғары болып табылады. Және де көбінесе байқасақ, ол қыздарда да болуы мүмкін, ол апаларда да болуы мүмкін, әйелдерде де, келіншектерде де болуы мүмкін. Жүрген кезде қарасаңыздар, мына жерде бугорок деп айтамыз. Мына жерінде бугорок бір битіп жүрген сияқты болып көрінеді, битіп жүрген сияқты болып көрінеді. Оның барлығы не үшін? Оның барлығы мына адам тек отырып жұмыс жасайтын болса, омыртқасымен проблема болатын болса, немесе тағы да бір өзінің привычка деп айтамыз ғой, қалыптасып қалған. Сондай болуы мүмкін да. Сол себепті сіздер былай жүрген сайын осы жерге тұз жиналады. Тұз жинала береді, ол былай дөңбекшіп тұрады. Сол кезде сіздерде ол жерде тұз жиналған соң, сіздерде мына омыртқамен проблема болады. Ауырады, сыздайды, бүкірейіп жүретін боласыздар. Оның барлығын алдын алу үшін, егер сізде қазір ондай проблема болмаса, тіптен жақсы, қыздар. Ал егер болған болса, онда оның барлығын жаңағы қалпына келтіру үшін міндетті түрде сіздерге вакуум жасау керек. Бүкірейіп жүрген адамды кәдімгідей тік жүруге ықпалын тигізетін болады, қыздар. Түсінікті ма барлығы? Егер қандай да бір сұрақтарыңыз болатын болса, қыздар, мына жерде сұрақ белгісі тұр ғой. Сол сұрақ белгіні басып, сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Енді келесі, қыздар, мен сіздерге айтатын, қараңыздар. Вакуум қиын ба, қиын емес па, шынымен де нәтиже бола ма, болмай ма, деп көбісі енді сұрап жатады ғой. Оңай әрі тез арықтаудың тәсілі, яғни қалай арықтасақ болады, жаттығусыз арықтауға бола ма деген сияқты өте көп қыздар сұрап жатады. Ең оңай тәсілі осы вакуум жаттығу. Вакуумды дұрыс жасап білсеңіздер, арықтау оңай, қыздар. Еш қиындықсыз арықтай аласыздар. Бұл жаттығудан дұрыс жасасаңыздар, 2 аптаның ішінде анық нәтижені көре аласыздар. 2 апта, не бәрі 2 апта. 1 апта үйренесіздер, 1 апта өздеріңіз жасайсыздар, уже результат бар. Сіздерде уже результат болады. Бастысы, мен айтқан правила бойынша, мен айтқан этаптармен, структуралармен, солай жасайтын болсаңыздар, онда сіздерде нәтиже 100% болатын болады.
түсінікті, иә қыздар? Міне қараңыздар, екі қызды мен мына жерге қойып қойдым. Мынау басында жаңағы іші шығып тұр, иә, қыздың. Бүйтіп қарасаңыз, артық салмағы жоқ. Ондай да қыздар болады, қыздар. Артық салмағы жоқ, бірақ босанғаннан соң тек қана ішім қалып кетті деп айтып жататын қыздар бар да. Вот сондай қыздарға арналған жаттығу, тек қана ішіңізді ғана кетіргіңіз келетін болса, осы вакуум жасауды дұрыс үйреніп алыңыз. Мінекей, енді бастаған қыз мынау 2 аптадан соң шыққан нәтиже. Дәл осылай сіздер де жасай аласыздар да, ол қиын емес. Бастысы күнделікті ерінбей әрекет жасау керек, қыздар. Вакуумды жаңағы кей адамдар, иә, кей енді диетологтар дейін ба, білмеймін, айтады да, ешқандай жаттығу жасамауға болады, арықтауға болады. Рас, қыздар. Жай ғана сіз аш жүрсеңіз де арықтайсыз, жай ғана су ішсеңіз де арықтайсыз, жай ғана жаңағы дұрыс тамақтанатын болсаңыз да арықтайсыз, иә. Бірақ сіз егер жаттығу жасамайтын болсаңыз, онда сіз мысалы 1 айда жаттығу жасамаған адам бір 5 килограмм салмақ тастауы мүмкін да, ол енді норма деп саналады, иә. 4-5 килограмм салмақ тастауы мүмкін. Яғни аптасына 1 килограмм, это нормально. Жаңағы жаттығу жасамай жүрген адамға салмақ тастау. Ал егер сіз жаттығу жасамай арықтайсыз, 4 килограмм мысалы тастадыңыз 1 айда, болды, 1 ай бітті, иә. Содан соң сіздің мына кеткен майларыңыздың орны қалып қояды. Тері салбырайды. Біріншісі ол тері салбырайды, иә. Білесіздер, тері салбыраған кезде адамда әжім пайда болады. Ол беттің әжімі пайда болуы мүмкін, ол қол болуы мүмкін, ол мына жерлер бар ғой. Вот, осы жерлеріңіз болуы мүмкін, ол сан болуы мүмкін, немесе іштің асты болуы мүмкін да. Иә, сіз салмақ тастайсыз, бірақ сол жерлеріңізде жаңа тері салбырап кетеді. Ал егер сіз онымен қоса жаттығу жасайтын болсаңыз, сол терінің барлығы жоғары қарай көтеріледі. Яғни еш жеріңіз салбырамайды, барлығы қалыпты тұрады. Иә, барлық жерлеріңіз қалыпты, өз қалпына келеді, және де іштеріңіз де тартылатын болады. Сіз оған вакуум қосатын болсаңыз, сіз оған шаг қосатын болсаңыз, мысалы енді пример ретінде айтайын, егер шаг жүретін болсаңыз, бір күнде 8.000, 10.000 шаг жүретін болсаңыз, иә, жаңағы уақытымен, таза ауада, иә, правиласы бойынша, өзінің нормасы бойынша жүретін болсаңыз, онда сізге бір күндік жаңағы ішіп жеген калорияларыңыздың ысырап болуы жылдамдайды. Яғни көбірек калория кетіретін болсаңыз, сізде арықтау процесі тез жүретін болады. Айтқан жаттығымды жасасаңыз, вакуумды жасасаңыз, жаңағы шагты жүрсеңіз, иә, қосымшамен тағы да көптеген билерді беріп жатам, иә. Бастысы әрекет. Мен тапсырмаларымды күнделікті орындау, сол арқылы да сіздерде тек қана 4 килограмм емес, 1 айда 10 килограмм салмақ тастай аласыздар. Ол қиын емес, қыздар. Өйткені нагрузка қосылған сайын адамда салмақ тастау тез жүреді. 1 ай бітеді, сіздердің мына вакуум арқылы, иә, мысалы вакуум жасау арқылы 1 айдан соң асқазан кішірейеді. Асқазандарыңыз кішірейеді, сіздер артық тамақ жей алмайтын боласыздар. Шынымен де дұрыс жасайтын болсаңыздар, күнделікті жаңағы тастап кетпей, иә, барлығын уақытылы орындайтын болсаңыздар, онда 1 айдың ішінде сіздердің асқазандарыңыз кәдімгідей кішіреді, өздеріңіз таң қаласыздар, артық тамақ жегілеріңіз келмей тұрады. Майлы тамақты көрсеңіздер, уже жаңағы жүрек айнып, иә, уже қабылдамайтын болады асқазандарыңыз. Ал егер жаңағы жасамайтын болсаңыздар, бір күн жасап, бір күн жасамайтын болсаңыздар, онда бұндай 100%-ық нәтижеге жетсе алмайсыздар. Соны ескеру керек. Ал егер барлығын орындасаңыздар, онда міндетті түрде 1 айда өте жақсы нәтижеге жете аласыздар. Енді қараңыздар, вакуум жаттығуы, иә, көбінесе әйелдер босанғаннан соң стресс, депрессия, иә, сондай күйзелістік уақытқа тап болады. Одан соң ол үйінде отыр, ешкім бұрын күнделікті жұмысқа барып, әртүрлі адамдармен сөйлесіп, өзінің эмоциясымен бөлісіп, иә, сондай бір жақсы күйде жүріп, бірден босанғаннан соң стрессқа ұшырайды. Ешкіммен сөйлеспейді, құрбылары келмейді, немесе ол бармайды, немесе жаңағы араласпайды, иә, жұмысында отырған коллегаларымен араласпайды. Сол кезде ол өзінің осы стрессін, депрессияны қалай басады, ол артық тамақ жеп қойып басады. Артық тамақ, оның барлығы сіздердің бір 10 минуттық, 5 минуттық ләззат болып саналады. Ары қарай міндетті түрде, егер сіздер тоқтатпасаңыздар, сіздерде артық салмақ пайда болады.
Соны енді қалыпқа келтіру үшін міндетті түрде жаңағы мен курс создавать етіп жатырмын ғой, сол жерде мимен жұмыс жасау, яғни психологиялық дайындық, адамды дайындау. Қалай сіз срыв жасап қоймауыңызға сізге көмектесетіндей информациялар қосылып жатыр. Міндетті түрде оның барлығын айтатын боламын, курста. Және де онымен қоса сіз мына вакуум жаттығуында жасайтын боласыз. Ол жерде детокс, яғни смузи арқылы салмақ тастау, ол да болатын болады. Соның барлығын жаңағы күнделікті тапсырманы орындасаңыздар, онда сіздерден бақытты адам жоқ болады. Өйткені сіздер дұрыс тамақтануды үйреніп аласыздар. Сіздер бала-шағаларыңызға үйрететін боласыздар. Үйдегі отбасы мүшелеріне өздеріңіз үйренесіздер. Сізде артық салмақ болмаған кезде сіз өзіңіздің самооценкаңыз өседі. Өзіңіздің жаңағы айтамыз ғой, өзіңізді құрметтеуіңіз, өзіңізді әдемі көйлекті, егер сізге әдемі көйлек сиятын болса, өзіңіздің армандаған көйлегіңізді кие алатын болсаңыз, онда сізден бақытты адам жоқ. Босандыңыз, бірақ сізде ешқандай артық салмақ жоқ, ешқандай жаңағы стресс, депрессия жоқ. Өйткені не үшін? Өйткені все вас как-то қанағаттандырады деп айтамыз ғой. Барлық нәрсе өзіме жеткілікті деген сияқты, самооценка өседі міндетті түрде. Түсінікті ма барлығы қыздар? Қазіргі таңда арықтау үшін жаттығу жасауға уақыт жоқ деген сылтау айтатын қыз-келіншектер көп, бірақ ниет болса кез келген мен беріп отырған тапсырманы орындауға болады. Өте көп қыздар, өте көп әйелдер босанғаннан соң жалқау болып кетіп жатамыз, істегіміз келмейді, жасағымыз келмейді, ерінеміз, мен босандым деп өзімізді жаңағы алдап қоямыз, ананы жейміз, мынаны жейміз, емізем ғой деген сияқты да. Бірақ оның барлығы сіз білмейсіз ғой, шынымен де балаға пайдалы ма, жоқ әлде зиян болып жатыр ма? Керісінше, мүмкін сізге зиян болып жатқан шығар, балаға ешқандай пайдасы жоқ шығар да. Сүт пен шай, жаңағы майлы тамақтар, қуырылған тамақтар, печенье мен чай деген сияқты да, сондай майлы тағамдарды көбірек жегенмен ол майдың құрамында тек қана зиянды, жаңағы пайдалы май емес, тем более маргаринді қолданып жатады, щедрое лето, тағы еще сондай маргариндарды қолданып печеньеға жағып жеп жатады да. Оның барлығы сіздің мына ағзада қанның құрамында зиянды холестериндардың көбейіп кетуіне ықпалын тигізіп жатады қыздар. Соны ескеріңіздер. Сол себепті оның барлығы пайдалы емес. Балаға да сізге де пайдалы емес. Тек қана ертең 1 айдан соң, 2 айдан соң сіз 10-15 килограмм салмақ қосып аласыз, одан артық оның ешқандай сізге пайдасы жоқ. Соны ескеріңіздер. Содан соң міндетті түрде жаттығуды ерінбейміз. Бұл вакуум жаттығуына таңертең бір 5 минут қана уақытыңыз кетеді. Басқа уақыттың қажеті жоқ. Бір 5 минут ерте тұрсаңыз ештеңе етпейді. 5 минут осы жаттығуды жасасаңыз күнделікті фигурная әдемі болып шығасыздар қыздар. Енді көбісі менен сұрап жатыр, кімдерге жасауға болады, кімдерге жасауға болмайды, соны азырақ айтып өтейін. Қараңыздар, жасауға болады. Спиралі барларға да, жоқтарға да жасауға болады. Енді неге айтып жатады ки адамдар, спиралін салдырған болсаң, онда саған жасауға болмайды деген сияқты. Ол қате ұғым қыздар. Егер салдырғаныңызға 1 айдан асқан болса, және де ол қалыпты, ешқандай осложнениясыз жаңағы жүріп жатқан болса, процесс барлығы жақсы болса, денсаулықпен барлығы жақсы болса, онда спираль жылжымайды. Ал егер сізде воспаление болса, немесе тағы да бір проблемалар болып жатқан болса, немесе енді салған болсаңыз да, мысалы бүгін кеше салдырған болсаңыз, онда пока временно жасамайсыз, 1 айдай жасамай тұрасыз. Барлығы қалыпқа келіп, ағзаға сіңеді ғой, содан соң жасай беруге болады. Есте сақтаңыздар міндетті түрде. Одан соң разрывсыз босанған болсаңыз, келесі күні де жасауға болады. Оның ешқандай зияны жоқ. Айтамыз ғой, жаңағы енді ары қарай 40 күн келеді ғой әйел азаматында, сол кезде жасауға болмайды деп айтып жатамыз. Бірақ оның ешқандай зияны жоқ қыздар. Сіздер вакуумды жасасаңыздар, тек қана жаңағы көлемі көтерілуі мүмкін да, выделенияның
көлемі көтерілуі мүмкін, бірақ егер көтерілмесе барлығы қалыпты деңгейде жүріп жатса, онда вакуумның ешқандай сіздің денсаулығыңызға зияны жоқ. Керісінше матканы тез жиырылуына өзінің жақсы ықпалын тигізетін болады, қыздар. Соны міндетті түрде ескеріңіздер. 14-16 жас аралығындағы барлық әйел азаматына, енді біз қазір әйел азамат туралы айтып жатырмыз ғой. Сол себепті оның барлығына жасауға болады. Не үшін? 14 пен осы 65 жас аралығы, өйткені 14 жасқа дейін әйел азаматының толу себептері бір тек қана жаңағы денсаулығына байланысты немесе гормондар болуы мүмкін, басқа ешқандай себеп болмайды. Ал осы 14 жастан бастап әр қарай уже переходной возраст деп айтамыз, бала тез толады, әйел азаматы тез толады. Ағзадағы өзгерістер, жаңағы месячный келіп жатады, тағы да сондай проблемалар қосылып жатады. Осы кезден бастап адам қыздар тез тола бастайды. Сол себепті осы 14 жастан бастап уже жасай беруге болады. 65 жас не үшін арғарайшы деп айтып жатқан әйелдер, 65 жасқа дейін біздің ағзамыз жаңағы арықтауына, іштің кетуі жеңіл болады. 65 жастан соң арғарай уже ешқалай өзгеріс болмайды. Біздің ішкі құрылысымызда, біздің ішек жолдарында, 65 жасқа дейін арықтау оңай, қиын емес. Көбісі айтып жатады, арықтай алам ба, 50-ден астым, 40-тан астым, 30-дан астым, ол мен мүмкін ба деген сияқты. Мен сіздерге үміттеріңізді жаққым келеді, әрине мүмкін. Арықтап жатқан қыздар өте көп, апаларымыз өте көп. Немерелермен бірге жүрген, жаңағы барлығын уақытылы жасап жүрген, немерелермен бірге билеп жүрген апаларымыз көп. Марафонға қатысқан кезде мен байқаймын, суреттерін жіберіп жатады, жаңағы отчеттарын жіберіп жатады. Сол кезде шынымен де солардың ынтылысын көріп, топтағы басқа қыздардың да мотивациясы ашылады сол арқылы. Вакуумды жас қыздардан жақсы жасайтын адамдар бар, апаларымыз бар. Вот сіздердің де қолдарыңыздан келеді. Сіздер де жасай аласыздар, оның ешқандай қиындығы жоқ. Келесі, ішін кетіргісі жинағысы келетіндер. Яғни, егер сізде ішіңіз болатын болса, бірақ артық салмақ жоқ болатын болса, немесе артық салмақ бар, ішіңізде бар болатын болса, және де барлығын бір қалыпты жақсы жаңағы салбырап қалған іштен құтылғысы келетін әрбір қыз келіншек қатыса алады. Әрбір қыз келіншек жасауына болады вакуумды. Ешқандай зияны жоқ, бала тусаңыз да, тумасаңыз да жасауыңызға болады. Ешқандай зияны жоқ, қыздар. Одан соң эрозия, яғни эрозиям бар, жасауға бола ма деп айтып жатады. Әрине болады. Оның бізге мына іш құрылысына ешқандай әсері жоқ, қыздар. Эрозия ол жаңағы маткадан төмен, сол жерде орналасады, жаңағы шайки матки деп айтып жатамыз ғой, в области. Вот сол жерде орналасады. А оның біздің жаңағы вакуумымызға ешқандай кері әсері жоқ. Жасай берсеңіздер болады, қыздар. Сосын көп тамақ жеп асқазанын созып алғандарға. Егер сіз күнделікті өзіңіздің бір күндік порцияңыздан көп тамақ жейтін болсаңыз, яғни бүйтіп алып қарайтын болсақ, 1800 калориядан жоғары калория жейтін болсаңыз күнделікті, бірақ артық салмағыңыз енді қосылып жатқан болса, немесе әлі жоқ, бірақ пайда болады сияқты өзіңізді ауыр сезініп жүрген болсаңыз, онда міндетті түрде вакуумды жасау керек. Өйткені жаңағы артық калорияның барлығын біз асқазан ішек жолдарын жақсарту арқылы жұмысын шығарып тастауымыз керек. Артық тамақты шығарып тастауымыз керек. Оның біздің ағзада бір күннен артық тұратын болса, онда интоксикация пайда болады. Яғни, сіздің ағзаңызды, сіздің басқа органдарыңызды жаңағы шлактар, токсиндар, тұздар улайтын болады. Улап сізде жаңағы бүйректе тас пайда болуы мүмкін, бауырда тас пайда болуы мүмкін, немесе айтып жатамыз цирроз печени деп айтамыз, аурулардың түрі көп қой, немесе қан қысымы жоғарылап кетіп жатады, қанда зиянды холестериннің көлемі көбейіп кетіп жатады, анализдің барлығы быт-шыт болып кетіп жатады, мысалы гормондар түсіп кетіп жатады, немесе көтеріліп кетіп жатады, немесе дефицит жаңағы витаминов в организме, анализге қарап айта аламыз оның барлығын.
сондай проблемалар болып кетіп жатады. Оның барлығын алдын алу үшін, егер шынымен де сізде артық салмақ жоқ болатын болса, онда жай ғана осы вакуумды жасау арқылы сіз сондай проблемалардан құтыла аласыз. Түсінікті, барлығы. Және де мына ішіп жеген тамағыңыз дұрыс сіңуі үшін, дұрыс дәрумендер біздің органдарға, организмға жетуі үшін, қанға жетуі үшін міндетті түрде осы вакуум жасау техникасын үйреніп алу қажет, қыздар. Мен өзім сіздерге бұл вакуум жасау техникасын 7 күн бойы үйрететін боламын. 7 күн бойы жасайтын болсаңыздар, этап-этаппен техникаларымен, бірінші техника, екінші техника, 3, 4, 5, 6 деп соның барлығын көрсететін боламын. Соны кезекпен күнде жасау арқылы жеңіл үйреніп алуға болады, қыздар. Жасауға болмайтын жағдайларды айтып өтейін, қыздар. Қандай жағдайда жасауға болмайды вакуумды? Егер давление жоғары болып тұрған болса, дәл сол мезетте сізде давление көтеріліп тұрған болса, қан қысымы көтеріліп тұрған болса, онда жасауға болмайды. Не үшін? Мына вакуумды жасаған кезде сіздердің қан қысымдарыңыз көтеріледі. Өйткені қанның байқасаңыздар, бізде отырған кезде қанның жүруі баяу болады, ал осы вакуумды жасай беріп, мына қанның айналымы жылдамдайды. Сол арқылы да қан жоғарылауы мүмкін. Ал жоғары болып тұрған қан қысымы одан бетер көтеріліп кетуі мүмкін. Сол себепті, егер сондай жағдай болатын болса, онда уақытша жасамайсыздар. Түсінікті, Операциядан соң 5-6 ай жасамайсыздар. Яғни осы іш құрылысына байланысты операция болған болса, кесарево сечение болған болса, немесе айтамыз ғой, соқыршек, алып тастайды ғой. Сондай болған болса, онда сізге жасауға болмайды. Бір 6 ай жасамайсыз, барлық операцияның барлығының орны қалыпқа келген соң, содан соң ғана сіздер жасай аласыздар. Түсінікті, Енді миоманың кейбір түрлері, оны енді дәрігердің өзі айтады. Сізге миома болатын болса, сізде проблема болатын болса гинекологический, дәрігерден сұрайсыз, жасауға бола ма, болмай ма дейсіз. Егер болады десе, онда жасаңыз. Ал егер болмайды десе, онда жасауға болмайды. Енді разрывпен босанған болсаңыз, сонда 1 айдай жасамайсыз. Өйткені ол біздің маткаға нагрузка, разрывтың өзі нагрузка, соның барлығын қалыпқа келуін күтесіз. 1 айдың ішінде ол қалыпқа келеді. Сонан соң асықпай жасай беруге болады. Ол кезде де жақсы нәтиже міндетті түрде шығатын болады, қыздар. Так, сұрақтарыңыз. Сәлематсыз ба дейді. 2 қабат әйелге жасауға бола ма дейді. Жоқ, болмайды. Жүкті әйелге мүлдем жасауға болмайды. Өйткені сіздің жатырыңыз мышца ғой, дұрыс па? Ол мышца жиырылады, ол қайтадан қалпына келеді. Оның барлығы мына матканы қысып тастаймыз біз. Ал сіз жүкті болсаңыз, ішіңізде бала болатын болса, онда вакуумды мүлдем жасауға болмайды. Келесі. Так. Қыздар, марафон пока жоқ, марафон пока болмайды. Менде 4 күннен соң, иншалла, продажа ашылады. Сол кезде міндетті түрде курс болады. Курс қолжетімді бағада, қымбат емес, ешқандай куратор деген болмайды. Барлығын мен өзім қадағалап отыратын боламын, мен өзім жұмыс жасайтын боламын сіздермен. Ол алдағы уақытта міндетті түрде уақыты барлығы айтылатын болады. Ол курстың ішінде вакуум да бар, детокс та бар. Ол курстың ішінде 1 айлық меню бар, ПП тамақтар бар, рецепттер бар, барлық видео түрінде өзім түсіргем, мысалы вакуумда өзім жасап сіздерге көрсететін боламын. Ешқандай интернеттен алынған информация болмайды ол жерде. Неше күнде нәтиже көреміз? 2 аптаның ішінде сіздер осы вакуумнан нәтиже көре аласыздар, 2 аптаның ішінде. Ал арықтау марафоны ол 1 ай бойы сіздер жасайсыздар, 1 ай бойы тапсырманы орындайсыздар, 1 айда 10 килограмм салмақты міндетті түрде 100% барлықтарыңыз тастайтын боласыздар. Түсінікті, барлығы қыздармен комментарийді қостым. Сұрақтарыңыз болса, сұрақтарыңызды қойыңыздар, тезде жауап беріп өтейін. Одан соң біз эфирімізді аяқтайық. Барлығына полезно болды деп ойлаймын. Шынымен де, қыздар, түсінікті ма барлығы? Вакуум туралы сұрақтарыңыз бар ма?
Сұрақтарыңыз болса айтыңыздар, мен сұрақтарыңызға жауап беріп өтейін. Жаңа қосылып жатқан қыздар қош келдіңіздер. Мен эфирді міндетті түрде сақтайтын боламын. Сол жерден көріп аласыздар. Вакуум жасай алатын қыздар бар ма араларыңызда? Немесе менің курсыма қатысып вакуумды үйренген қыздар бар ма? Нәтижелеріңізбен бөліссеңіздер. Марафоннан 6-7 килограмм тастағанмын дейді. Өте қуаныштымын. Керемет, түсінікті дейді. Қуаныштымын сіздерге ұнағанына. Сұрақтарыңыз жоқ, иә? Барлығы түсінікті, иә? Барлығы түсінікті болған болса, онда біз эфирді аяқтайық, иә? Бір жарты сағат уақыт өтіпті. Көп уақыттарыңызды алмайым деп айттым, қыздар. Міндетті түрде курс туралы алдағы уақытта айтатын боламын. Вакуум курсы ішіне кіреді, детокс кіреді, және де міндетті түрде сіздерге жаңағы ПП торттарды қалай жасау керек, ПП тағамдарды қалай жасау керек, пайдалы майлар, иә, ол туралы да міндетті түрде сіздерге айтатын боламын. Және де мына анализ талдау. Байқасаңыздар, осы жақында мен гормон курсын оқыдым, гармония деген курсты оқыдым. Вот сол жерде де өте көп информациялар айтылған. Сол курс менің осы өзімнің курсымда болады. Сол туралы, гормондар туралы мен сіздерге толық түсіндірем. Яғни гормонның қаншалықты біздің дұрыс тамақтануымызға, денсаулығымызға, артық салмақ пайда болуына, семіздікке алып келетіні, не үшін ондай жағдайлар болып жатыр, оның барлығы осы менің курсымда болатын болады. Өте керемет курс болайын деп тұр. Прям барлығы күтіп отыр. Көбісі сұрап жатыр, қашан болады курсыңыз деп күтіп жатыр. Қыздар, сәл күте тұрыңыздар. Тағы бір 3-4 күн мен дайындалып жатырмын. Аяқтап алайын, міндетті түрде сіздерге хабарлайтын боламын, уақытында айтатын боламын. Сәлематсыздар ма қыздар? Барлығы түсінікті болса, онда мен эфирді аяқтайын, иә? Сау, сәлематта болыңыздар, аман жүріңіздер, ауырмаңыздар, денсаулықтарыңызға қараңыздар міндетті түрде.